Серік Тұрғынбекұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, республикалық Махамбет сыйлығының иегері. Сонымен қатар қаламы жүйрік журналист, жалынды публицист, дарынды драматург, қоғам қайраткері. Серік Тұрғынбекұлының шығармашылығында репрессия тақырыбы ерекше орын алады. Ақынның Әлиханға, Ахметке, Міржақыпқа, Сәкенге, Ілиясқа, Бейімбетке арналған өлеңдері сұлу сөзден өрілген, мәрмәр тастан салынған ескерткіштер іспеттес. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин. Ісінен, еңбегінен дәріс ал, өзі қояр сер дәріс ал. Атыпты әкесінің құны бардай, біреді сол кесегі кәрі шал. Еңселі, еңкеймеген емендейін, халқына күнде жолдап кемел тұр. Кей кезде төрелігін ұстап кетсе, тұрмайды ол әсте түрмен сенейді. Түрменің, түнегінің қапасының талайын көрді Қайранбек асыл. Ауызына түскенде айнымайды баяғы Абылайхан атасы. Көтерген кеудесіне ақыл жүгі, табарсың қайдан сөзі татымдың. Ойында Абылайхан алғырлығы, ойында Кенесары батырлығы. Жаралған армандардан, мұраттардан, шешілмей жүрегінде сұрақ қалған. Абайды алғаш рет оқығанда, ақынға басын иіп құлап қалған. Еркін жыр, еркін қиял, еркін арман, семсердей әр сөзінде серті қалды. Танымын, тағылымын қайда таңда, жанының абай сөзі дерті. Тағдыры айнытпаған қатал жолдар, ықылым не бір заман жаһандардан, білімін бойға түгел жинаса да, сырласы, мұңдасы да ахан. Толса да, тұла бойы инабатқа, зауқы жоқ дос жоранын жинамаққа, адамзат баласынан опа таппай, отырған абақты емес ұйғамақта. Аңыз бен әлекенде дерек көпті, қосылмай басқаларға бөлек кетті. Тұрғанда дар алдында, қазақ үшін өлуім дәл осылай кетті. Қайран аха өзінмен сырласайын, мауқымды бір басайын, бұл тастан жарқ етіп шыға келген құшағымды өзіндей күнге ашайын. Алды менен алайын мақұлдасып, сонан сон ақылдасып, зымырайын заманның аңғарымен, шындық деген тұлпарға тақым басып. Ахан, ғажайып ахан, кешір егер атынды атамасам, өзін еккен егіннің диханы боп, арам шөбім болмайды отамасам. Бұлақ көрдім биіктен тау басынан, соған барам шөлдесем қаталасам. Ой сыраған орының толмаса да, күтті сені қанша жыл ел босаға, амал нешік аққуларды атуға болмаса да. Әлде кімге білігін жақпады ма, әлде кімге ұлығым жақпады ма, пайғамбардың жасына жеткен шалды ақ қарасын айырмай атқаныма. Қанатымды самғатып қақтырмады, жан отымды лаулатып жақтырмады, керек болған халқыма қазынаны көзден ғайып қылды да таптырмады. Ескі жары ауызы шорланғанда, әзер дауысым шығады қорланғанда, дәстүрімді құртқандар аман қалып, ал оны қорғағандар қор болған ба? Байлау барда, бақыртып мақтау барда, қырқып жұлып жылмалап отау барда, қарап жүріп қор болып кетем бе деп, қорықтым сенің атынды атауға да. Кейде өзіңмен сырласып қайран ахан, мұңға малтып, күйге елтіп ойға баттам, өзін берген біліммен қорғанбасам, өзін берген тілінмен сайрамасам, өзінің айтқан көп сырды толғанбасам,
Қазақ тілі қансырап қалар меді, озық ойлы азамат сен болмасан. Жүрегіне бәрінде жинағасын, азабына төзесін, қиналасын. Білдің сен әкеге әкірендеп, өз ұлының шешесін сыйламасын. Жұт кетпеді айналып аймағынан, көңілге мұң орнады ойға күмән. Сүттей таза халқымды іркіт қылып, алды менен айырды қаймағынан. Серілікті жүре алмай еркін құрып, сөйлетпеді сергітіп, серпілдіріп, шиедей ғып шетінен шетін етті, мықтыларды маңдайдан шертіп жүріп. Қайран аха, сен сөйтіп ақ ұрдың ба, бордай бозып тожырап кетпесін деп, ел жұртынды бірлікке шақырдым ба? Түсіндім бе болған сондана ғалым, шарапаты тисе де жан ағаның, ауылынан әділдік табам ба деп ауыл көшіп абайды паналадың. Қандай тағдыр көз қылған қатал кекке, абыз едің тараған батан көпке, ақ тілекпен ақ теңіз аржағынан жаутан қарадың Махамбетке. Құрдас тәнті өзіне құрбы күшік, тіл қаталмай ішінен тұрды ұғысып, сағыныштан сарғайған торғай жері жүрді мекен көзінен бір-бір ұшып. Тамырынан өртенген жердің шөбі, енді қайтып келместей көрдім сені, өзін сүйген халықтың көз жасымен, тиді мекен кім білсін елдің себі. Тілін, дінін, әдет ғұрпын сүйген, елін, жерін, жамағат жұртын сүйген, ұғымымен ояртық ол адамды, одан қалған өмірлік мұраларды, өлтіре алмас ешкімде сірә мәңгі. Алма кезек бір қасірет, бір бақыт, жылай көздің жасын құрғатып, өкіндіріп, бекіндіріп қазағын, өте шықты бұл жалғаннан міржақып. Таудан, тастан беті қайтып көрмеген, өленімен ет жүректі тербеген. Атылған жоқ, асылған жоқ әйтсе де, ол өзінің ажалынан өлмеген. Өлен жазса, топ ішінде тайпалған, мақалаға ман кердейм айталман. Оян қазақ деген сөзді сол кезде, тумысынан оян қазақ айталған. Тіршіліктің көп татпаған балынан, тұлпар уақыт ұстатпапты жалынан. Жалғыз ғана жамал емес бақытсыз, бүкіл қазақ бақытсыз деп налаған. Айтқан сөзі асып кетіп қанадан, қор заманның қорқаулары талаған. Тірліктегі теперіші аздаяқ, өлгенде де құтылмапты жаладан. Қашан асып кеткенінше қырдан күн, ұрығынан дәм етіпті бір дәннің. Көп қарапты дүниеден өтерде, суретіне жалғыз қызы Гүлнәрдің. Адамдарды ақылы сай ісіне, бермеген ғой өткен заман түсіне. Мың бәледен Міржақыпты құтқарған, ризамын құдіреттің күшіне. Асқақтыққа да, астаса да ірілік, аспанға да, аптапқа да ұрынып, бір адамға қалай ғана бұйырған, қайран дүние сұлулық пен ұлылық. Заманында ағамызға қыз біткен, мойнын созып бір көруге үздіккен, бірақ соны қарайламай біріне шықтақырып бір биліктен біз күткен. Балдай сөзін татығанда тандайға, өзін айтып, өзін шырқар ән қайда, әлі күнге іздеп келем сенделіп, сендей жанды сыймай кеткен маңдайға. Заманында сыналған да мінелген, заманында қуанған да түнерген, пештейдей жанды тұрмаған сайтандар періштені пенде қылып жіберген. Заманында әбзелдетіп ат мінген, найзағайдай қара бұлтты қақтілген, бас етін ақылына, ісіне, қасиетін жақын түгіл жат білген. Балқашына барып құйса іленіз, әуел бастан әму сенен сірегіз, айырмасы болмасын деп тіленіз, ақын аққу, ақу аққын бір егіз. Өлең шыры жалын оттай лаулаған, сөз дегенде ағын судай заулаған. Әттең Ілиястың тағдыры, өзі жазған құлагерден аумаған. Ел жұртым деп өртенгенде өзегі, сар мұңына жаның қалай төзеді. Суландырған бүкіл қазақ даласын, Жетісудың 8-ші өзені.
қосақ ара топ ішінде бір кетпей, мінезімен бұра тартқан бір беткей. Өлелгенше тұла бойда ұстады, өлең жырдың көк жейдесін кірлетпей. Бар болған соң бейімбеті сәкені, сезілмеген қорқынышты қатері. Бірақ күнде құлайды деп кім білген, өлең жырдың 3 бөлмелі пәтері. Ақындарды көрген соң ба кейін көп, осы жұртта шыр сыйлайтын пейіл жоқ. Құлагерін оқығанда Ілияс, мен өлеңді қойдым депті бейімбет. Біткенінше бойындағы әл қуат, жолда қалып барлық тұлпар, барлық ат. Өлең жырдың үзіп кетіп кермесін, ағып бірақ шыққан арғымақ. Көрінеді ылғи маған би ағам, бауырымдай бірге туған ұядан. Тағдырына таразылық жасасам, тарихымның алдында тұр мен ұғам. Ол үйінде ұстаған жоқ түскілем, араз болған аузылумен тістемен. Үндемепті үйдей бәле, деп ап жүйедіріп жатсадағы үстінен. Сондай жанды ашық күнде кінәлап, іс жасадық орны толмас бір ағат. Осы меді өмірдегі өнеге, осы меді ұрпақтарға ұлағат. Талантыны тартпақтамай, күндемей, қолдың ұшын берді соған кім керек? Ажал менмін, алам сені дегенде, еріп жүре берген шығар үндемей. Соңғы сөзін айта алмаған ақ көкем, қабырғаңа қандай қайғы батты екен. Бәлеменен, дәнеменен ісі жоқ, адал жанды қандай адам атты екен. Қайран аға, құлан таза күнәдан, қасіреттің құдығына құлаған. Елестейді бейімбеттің бейнесі, адал болса, мұң болса бір адам.